Ассалаумағалейкум, армысыздар, қымбатты Жайдарман ойындарының көрермендері. Қазақстан Кап лигасында баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Қош келіңіздер! Қымбат көрермендер, қымбатты достар, биыл Жайдарман ойындарында кино маусымы. Қазіргі таңда Жайдарман ойындарында буын алмасу процесі, бұрынғы атышулы командалар Жайдарманнан түлеп ұшып, өздерінің шығармашылық потенциалдарын үлкен басқа салаларда астырып жүр. Ал бүгін осы бұрынғы жұлдызды топтардың орнын басатын буын алмасу процесі дәл осы Жастар сарайының сахнасынан үлкен атышулы үздік Жайдарман ойындардың түлектері түлеп ұшқан болатын. Біздің Қазақстан Кап чемпионаты дәл осы болашақ жұлдызды жайдарманшыларды құрайтын тамаша алаң. Ендеше екінші жыл қатарынан Қазақстан Кап чемпионатында баршаңызды көргеніңізге қуаныштымыз. Жайдарман әлеміне қош келдіңіздер! Биыл Жайдарманда кино маусымы, Қазақстан Кап чемпионатының алғашқы айналымы 1-32 финал. Маусымашар 2026 фестивалінің қорытындысы бойынша Қазақстан Кап чемпионатына 50-ге жуық командаға мүмкіндік берілді. Біздің маусым әдеттегідей жекпе-жек форматында өтетін болады. Екі командадан жұп құрап, командалар сіздердің алдарыңызға шығып өнер көрсететін болады. Үздіктері келесі 1-16 финалға жолдама алатын болады. Ендеше командалармен ойынымыздың барысынан таныса жатарсыздар. Әзірге осы топтарға төрелік ететін Қызылар алқасының құрамымен таныс болыңыздар. Құрамында Спарта Астана командасының құрамында халықаралық КВН ойындарының чемпионы, Жайдарман ойындардың режиссері Алмас Нұртаза. ...2024 жылғы Жайдарман ойындары жоғары лига ойындарының чемпионы, жуалы құрамасы, танымал шоумен Нұрсұлтан Төребеков. Және Жайдарман қозғалысының негізін қалаушы Есен Елеукен ағамыз. Есен Елеукен. Сонымен сайысымызды бастаймыз. Алғашқы болып сахнаға шығатын команда Арқалық қаласынан келіп отыр. Жас ұлан, балалар мен жас өспірімдер орталығы Арқалық қаласы сахнада есте сақта командасы. Есен ағаны туған әкелерінде жақсы көретін, көрермендерді туғандай сыйлайтын. Әділ қазыларды? Болды, қыздар шығамыз. Қыздар, осы Есен ағаны жеді тама кіргізем ба деп отырмын. Как раз бір допуска етіп қойған аташқа бар еді. Любой тарихта бір сондай ата болады ғой. Тоқташ, сен қай атаны айтып отырсың? Ханатаны айтып жатырмын, ханатаны. Бәсе? Қайырлы кеш Астана! Сені сұрады жаңа. Арқалықтан келдік. Біздің арқалық әкемнің көлігі сияқты. Ескі ма? Жоғы, бір жерін жөндеуісі, екінші жер дайын тұрады ғой. Жақында ата заңымызға өзгерістер енгізілді. Сол туралы айтайық. Жұрттың аталары заң шығарыш әйтеуір. Біздің ата жұрт двордағы шалдармен карта ойнағанға мәз болып. Қыздар, осы Димаш ағам сияқты Қытайға барып көтеріліп кету керек еді. Қытайға барып көтерілу үшін сенде екі таңдау бар. Біріншісі Димаш сияқты даусың болу керек, немесе тауар әкеп соларды сатуың керек. Өкінішке орай сенде ондай дауыс жоқ. Ал енді не әкеп сататыныңды ойласа бер. Қыздар, мен жақында мысық асырап алғам ғой. Сол мысығының атын класс жетекшіміздің құрметіне арнап Лаура деп қойдым. Неге? Жылда шұбыртып туа береді. Сабақта мяулап, дайындалмаған келесің. Пол тырнай ма, бірдеңе? Андағын артық енді, Кәусар. Белгісіз бір ауылда болған жағдай. Осы ауылға бір белгі қою керек еді.
Джерри мультфильмін көріп отырған мысық. Мә, кезінде ауылда теке алып қойдым. Шабытқа түскенде осылай актер болып жүретін жерім о. Қазіргі таңда Таза Қазақстан акциясы қарқынды түрде жүріп жатыр. Сонымен тамашалаймыз ағаш отырғызып жатырған жігіт. Жан, мына жерге отыра тұршы, қазір келем. Кезінде ет сатқан апамыз математика пәні мұғалімі болса. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде математика сабағы. Бірінші есеп, Жанардың мамасы екіншілік етті 50 мың теңгеге сатып алды. Оның 30 мың теңгесін берді. Енді қанша теңге қалды? 20 мың теңге қалды. Соң шешең айтып бар, қарыз әкеп тастасын. Солан қағып жүргеніңде есейкімді, солдар қағып күлгеніңде есейкімді, сымбатты да сәні биле солған әлі, пай-пай бәрі есейкімді. Құрметті көрермендер, құрметті әділқазылар, ойын соңында біздің арқалық қаламыз Қазақстанның кіндігінде орналасқан, яғни ортасында. Біз жақсы ортада жүргіміз келеді, сондықтан Жайдарманға келдік. Сіздермен бірге болған арқалықтық есе сақта. Рахмет, Астана. Бұрын бала келсе бұл көшеде ойнадық, қызығына еш тоймадық. Жүргендер бұл көшелерде бала бол, қазір... Рахмет, команданың өзі ғана емес, Тапердің ноутбугі да Арқалық қаласында сатып алынғаны көрініп тұр. Ескі ма сондай бір. Есте сақта командасы Жасұлан балалары мен жасөспірімдер орталығының басшысы Ербол Жаңбыршыұлына өз алғыстарын білдіреді. Есте сақта командасының қарсыласы сахнада Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан келіп отырған Алаш Медиа. Көңіл күй қайда, Астана! Жеги, сразу айтайыншы, кино маусымы ғой. Жігіттер білеміз, осы 2 жыл бұрын Шекер сериал шықты. Зиян екенін білдік, жаман екенін білдік. Осы Бергірікте Апсайт сериал шықты ғой. Коррупцияның не екенін білдік. Енді қараңдар, 1 апрель Мошенники фильмі шықты ғой. Оның артынан бар алдар көсе шығып жатыр ғой. Тоқташ, алдар көсе дейсің ба? Біз сонда адамдарды алдаймыз ба, или өзіміз алданамыз ба? Сәлем, Астана! Жігіттер, мошенники демекші, блогерлер туралы айтайықшы. Осы блогерлер инстаға бір күн шықпай қалса, қайдасыз деп дайректіне жазатындар, не жеп құрыс тұрасыңдар, я? Не олды ашылсың ғой? Просто бір блогер бар еді, көптен бері толмай жүрген. Или ол отырып кетті ма? Қалай бұлай? Тойға шығатын тамадылардың образы болып тұрын ба? Братан, не жүріс? Жоқ, сен маған не жүріс деме? Тұрсын Алагөспен үйінен кәтім. Сендер Тұрсын Алагөспен үйін көріндер ма? Бір районда сырттан қоршап, бәрі ішінде тұрып атқан сияқты. Мен де тұрып атым ішінде. Осы деймді, Әлібеков ағамыз бар ғой, біздің үйге абзар жасаса, 1 минутқа жеткеннің өзінде де бар ғой, 30 секунд реклама болатын шығарда. Қой, сенің үйіңе абзор жасаса, келесі күні мына халық болып, келесі күні харекет қор келеді ғой сенің үйіңе. Қойшы братан, сол үйді деп біз халық болып бәріміз алып берген жоқпыз ба? Максимум үйді күнде ішіп отырық қой. Жігіттер, өтірік әзілдеріңді сатпай, тезірек бастай қойды. А то мен тоңып барадым, Астана салқын ба, жылымайды сияқты ғой. Қой, Астана жылымайды. Неге? Мен білем оның себебін. Неге? Петюны ракет ұшырды ғой. Ол кім? Главный министр Россия. Има құдіртеттісің ғой. Көңік. Ендеше Астананың жылтыға келген Алаш Медиа біз бастаймыз! Көрейік, өмірде аха, я, яғни қысқаша келісім сөздер болмаса, таксиде болған жағдай.
Ой, оны осы жер ма? Осы жер аға, осы жер. Аға нөмір айтып жібересіз? 8771 Ойди. 328 0015. Кино маусымы. Көрейік, егер де ғашықпын саған киносы Маңғыстауда түсірілсе. Жан, мен Лондонда қалатын болдым. Ой, кетем айтпақшы. Жоқ жаным, сен Лондонға кетпе. Мен саған Маңғыстауда қалудың 362 себебін айтсам, менімен қаласың ба? Қандай? Кел айтайын. Бірінші, қарт Каспийіміз бар. Екінші, мұнайымыз бар. Үшінші, бұзжырамыз бар. Көрейік, арада 1 сағат уақыт өтті. Жан, 361 себеп не болды, Жан? 361 дейсің ба? Бізде малой братан бар ғой. Давай! Не құдыртат дейсің ғой? Көрейік, көріпкелдер отбасысында болған жағдай. Әке, 10 күннен кейін әжеміз 80 жасқа толады. Дүркірет той жасамаймыз а? Дұрыс. Ой, қойың құрсын. Мәшін мінгізе ме оған? Дұрыс. Ой, қойың дейм құрсын. Аға неге өйтіп бақсы отсың? 3 күн қалды ғой 10 күннен. Көрейік, өте ұялшақ дәрігер. Жамбасыңда шағы тез. Аға. Ой, брат, қайда тығып өтсің? Табаныма кіріп кетті ғой. Ендеше алдарыңызда өнер көрсеткен финал деген жазуды көріп мәз болып жүрген 1:32-ні көрмей қалған Алаш медиа құрамасы. Рахмет! Тамаша, Алаш медиа командасы өз ата-аналарына сонымен қатар жетекшілеріне өз алғыстарын білдірді. Жетекшілері бар еще олардың. Алаш медиа. Есте сақта және Алаш медиа топтары сахнаға. Қаздар алқасының пікірі Есен ағамыздан. Жақсы, әдемі басталды. Бір ескерту, жалғас, сіз әзілдей алады екенсіз. Енді тағы да сізге бір үлкен жұмыс. Әзілдей беріңіз, өте жақсы. Күліп отырамыз. Келесі шыққан командаларға сағыз шайнама деп айтсаңыз. Есеп 3-0, арқалық келесі айналымда. Тамаша, 1:16 финалдық сайыстарына алғашқы жолдаманы алған команданы құттықтаймыз. Есте сақта арқалық. Жайдарман достық мекені жалғастырамыз. Екінші жұп, жергілікті команда Астана қаласы Құралбек Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті МДС командасы. Ей, жігіттеріне, бірден жаңалықтан бастайық. Атыраудағы ерлі-зайыпты қылмыскерлер Индонезиядан ұсталып қалған. Атырау хакер Турцияда ұсталып қалыпты. Оны қоя беріңізші, атақты Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталып қалған. Жігіттер, дамып жатыр. Бұрынғыдай ауылда, базарда ұсталып қалатын қылмыскерлер жоқ, шетелде ұсталып жатыр. Қайырлы кеш, Астана! Ей, жігіттер, мына соңғы кезде көп затқа басым кетіп жүр, әсіресе қыздарға. Дұрыс айтасың, менің де басым кетіп жүр. Жігіттер, өздерің ойланып қараңдар. Қиналып ақша табасың. Оларға күшті подаркілер алып бересің. Олар оны алады да сторисқа. Мелочь, но приятный деп салады. Басты кетіре ма? Кетіреді. 7 майға не подарок берем десем, өзім подаркпен ғо дейтін қыздар басты кетіре ма? Кетіреді. Жігіттер, ойландаршы. Аяғында каблук, фигурасы 90-60-90.
машқа қыздар басты кетіре ма? Ей жігіттер, сосын андай бар ғой, бір қызмен тым жақсы сөйлесіп жүресіз, үйленемін деп план құрып жүрген кезде сен уродсың дейтін қыздар басты кетіре ма? Жоқ. Или мен действительно уродпын ба? Ей бауырым бұл батыс. Уродтар не істеп тұрсыңдар? Сен не есептісің? Баклажка не қолындағы? Қаз көшеде түкіре алмайды, баклажка түкіріп жүрем ғой. Конкретно сендер басты кетіп тұрсыңдар. Мына жерде қыздар емес, жігіттер басты кетіреді. Қалай сонда? Бұттарына сиыр трiko киетін балдар басты кетіре ма? Жоқ. Кетіреді. Түнгіште спиш деп жүретін балдар басты кетіре ма? Жоқ. Кетіреді. Бірінші кездесуде сүйсуге жабысатын балдар басты кетіре ма? Жоқ. Кетіреді. Будильникке тұра алмаймыз, онда оята қош дейтін балдар басты кетіре ма? Кетіреді. Тұрайқынан, бар емес па сендер нағыз потолок басты кетіретін ішкізіп жігіттер, мен кетіп баратырмын. Қайда? Баян Мақсат қызы менің кешудің 20 жылдығына шақырды. Айчо, Баян Мақсат қызы қасына охранник іздеп отыр ма? Дилера, мен саған таңғалам. Біздің төртеумізде жоқ тестостерон, сенде бар ғой. Сен тестостерон көп болған соншалықты бәшбай қашын шығып кеткен ғой. Бастаймыз. Қазақстан футбол құрамасының ойыншысы қартайып, өз немелеріне ертегі айту үстінде. Қой! Балдар, солай кезінде Аргентинаны айырғамыз. Ана Португалияны 6-0 айырғамыз. Криштиану Роналду білесіңдер ғой? Сол туған күніне шақырған мені. Атайын сол кезде кубок медальдар қайда? Ол кезде кубокқа емес балдар. На интерес ойнадық қой құрсын. Жалғастырамыз. Өте креативті окулист өз кабинетінде. Мынау қайырып. Т. Анау ше. У. Мынау. Г. Анау. А. Астындағы. Н. Не шықты ал? Туған. Туған күнің менен. Туған күнің менен. Тамашалаймыз. Барлық жағдайға дайын таксист. Ағана майшаңызда зарядка бар ма? Зарядка ма? Міне, алыңдар. Неме Wi-Fi қосып жібересіз? Wi-Fi ма? Міне роутер бар міне. Ағамна ақшамыз наличке терминал керек еді. Терминал ма? Міне терминал бар міне. Каспий номер айтып жібересіз? Каспий ма? Міне тұр міне. Диляра С әйеліңіз ба? Міне әйелім ғой, не әйелім. Жалғастырамыз. Ауылдағы арзан кафелердің артқы ходында дәл осылай темекі шегіп тұратын повар апаларымыз бар шығар. Гуля. Ана жақта жұрттар борыш сұрап жатыр, не істеймін? Қазанда тұрға құйып бершеші бар. Гуля. Ана жақта тағы клиенттер манты сұрап жатыр, манты. Манты жоқ, белмен салып берші бар. Ойбай, Гуля. Участковый кеп тұр, не істеймін? Белмен салып берді, тарелканың астына 5 теңге қысты жай бар. Мама, келдім сабақтан. Сен бала қайда жүрсің? Сен келсінен іні мектепке кешіп қалды ғой. Тоқтаңдаршы. Кеме мен мына туфлиді маған ойналып беріңдер. Онда мені сатыңдар. Өзгеден сені қызғанам. Бір сеніп соға жүрегім тулаған. Сағындым сені жаныма кел. Жаныма кел мені. Рахмет. Ойын соңында жігіттер Қазақстан кап. Аузын жапта тез бітірші. Алдарыңызда өнер көрсеткен астаналық МДС құрамасы. Рахмет, Астана. Тамаша МДС командасы Құралбек Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университетінің президенті Ернұр Құлажановқа өз алғыстарын білдіреді. МДС командасының қарсыласы сахнада
Ұлытау облысы Сәтбаев қаласынан келіп отырған Техполюс. Сатпаевтан келдік. Жай құрсын өйтіп айтатындай қала емес қой. Жоқ, құрметті астаналықтар, бізді құттықтап қойыңыздар. Біздің Сатпаевта 70 мың халық болды. Құттықтап отырыңыздар. Бұның барлығы жігіттер, жатқанның арқасы. Ей, жатқан нес, ұялмайсың ба кішкене? Ой, ұяла берсек 100 мың болмаймыз мынандай. Айлыгеш Астана! Жоқ, құрметті астаналықтар, расымен сіздерге рахмет. Мына сіздердің арқаларыңызда біздің Сатпаев кәдімгідей жанарып жатыр. Қалай жаңарып жатыр? Мынау енді астанада күніге жаңа үйлер салып жатқан жоқ па? Иә. Баяғы бұзылған, сынған үйлерін бізге әкеліп салып жатыр. Жігіттер, не болды сендерге шыға сап Сатпаевты жамандап? Білсеңдер біздің Сатпаевтан мықты жұлдыздар шыққан ғой? Мысалға Қуандық Рақым шыққан. Нұржан Керменбаев шыққан. Қайрат Байкенов шыққан. Одан кейін Разюша шыққан. Вот, сол, біз да шығып кеттік кішкене. Ел көрейік, жер көрейік деп Сатпаевта қал кетіп сұғаты. Жігіттер, бүгін эфир болып жатыр ғой, Болып жатыр ғой, екі камера тұр. Осы сәт пайдаланып мен география апайыма сәлем айтайын да. Осы ол адам дейтін мамасына, туған жеріне айтпаймыз әлі. Жоқ, мен по-любому айтамын. Айтып көшкі. Ал құрметті география апай, сіз маған сабақ оқы, ойбай, география өміріңе керек болады дедіңіз. Міне, түкке керек болған жоқ, міне, тұрын Талдықорғанда жайдарман ойнап. Ассалаумағалейкум жігіттер, Сәтбаев полициясы. Мына бүгінгі жайдарман ұйымдастырушылар еді. Не үшін? Штраф ол кісілерге. Ойбай шығарсылар ұйымдастырушылар штраф деңіз? Мынаны қараңдарса ішмін. Лет салваған ғой, болмайды ғой лет. Жоқ, не істеу үшін Астанада? Не істеу жүргенде жігіттер, жалпы өзім Астанаға кеше жұмыстармен келгем. Сөйтіп набережкада қыдырып жүрсем, бір түрлі қыз маған жүгіріп кеп, аға сүйсекші дейді да. Натуре ма? Тыңдаңдарсайшы тәкен. Айтады да, аға сүйсекші дейді да. Мен айтам, қарындасым айналайын, мен қатын бала шағам бар адамым қалай болады екен десем, аға қазір мен сүйсен сізге оригинал iPhone зарядчик берем дейді. Сосын ол қыз қайда? Примерно ар жақтарда кетті ғой, ар жақтар. Жалпы жігіттер, мен шыққан себебім қалталарында заңға қайшы ештеңе жоқ па? Жоқ, менде де жоқ. Бар менде. Не бар? Ствол. Соны маған берші, мен как раз өзімдікін жоғалтпағанша салғылайшы. Осы Сатпаевтың полиция істейтін жұмыстарын жоқ па? Сендер не істеп келе бересіңдер бізге? Жігіттер, мені әкім жіберді. Сендер не сахнаға шыға салы Сәтбаевты түсіре бересіңдер? Әкім сендерге шығарды не деді? Сәтбаевты түсірмеңдер деді. Ей, аға, сіз дұрыс түсінбегенсіз ғой. Ол Сәтбаев фотоға түсірмеңдер деді. Сәтбаевқа фотоға түсіріп жатады емес. Құрметті достар, сонымен тамашалаймыз 17-ші ғасыр Махамбет Өтемісұлы мен Жәңгір ханның кездесуі. Жәңгір хан, хан емессің, қасқырсың. Сол қасқыр болайшы, хан болуға. Вообще желание жоқ қазір. Елестетейік, бәрімізге әйгілі блогер алпамыз қыз болса. Жан, маған тұрмысқа шығасың ба? Я. Құрметті достар, депутаттар TikTok түсірсе. Аға жалпына ақшаны неше укуста бітіре аласыз? Бір. Хорош, сондайсыңдар ғой сендер. Рахмет. Құрметті көрермендер, ой, рахмет, Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, біздің Сатпаев қаласы кеншілердің қаласы. Біз өзіміздің кеншілерімізге мақтанамыз. Біздің кеншілеріміз жоқ дегенде 700-800 мың миллион айлық қайдан алады. Вот, осыдан шығатын түйін. Бізде ақша бар, бірақ қала жоқ. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен кішкентай қаладан үлкен үмітпен Техполюс Сатпаев. Іздеп жүр тапқаным, куәсі болсын бақытты шақтардың арқалықтың. Тамаша, Сәтбаев қаласынан республикалық ұлттық лига ойындарының да чемпиондары шыққан. Сол себепті біздің Қазақстан кап чемпионаты жақындардағы болашақта республикалық ұлттық жайдарман топ лигаларында өнер көрсететін командаларды даярлайтын тамаша алаң. Сол себепті құрметті командалар, тәжірибе алмасыңыздар, дамыңыздар, өсіп өніңіздер. Ең бастысы сағыз шайнамасаңыздар болды. Сонымен екінші жұптың командалар ортаға шақырамыз. МДС Техполюс сахнаға. Қазақ алқасының пікірі? Өте керемет. Былтырғы маусымға қарағанда командалармен қатар жүргізушінің де әзілі өте жақсы болып жатыр. Менің артында қалатын ізбасарым бар екен.
мүмкіндік. 2-1 Техполис. Тартысты жұп болды. Техполис командасын жолдамаларымен құттықтаймыз. Қол соғып, сахна сыртына шығарып салайық. Екінші жұптың топтарын. Қымбатты көрермендер, Жайдарман апталығы басталды. Бүгін Қазақстан кап чемпионатының 1-32 финалы болса, күні ертең 28 сәуір дәл осы жастар сарайында жас өспірімдер арасындағы Жайдарман жуниор чемпионатының алғашқы ойыны. Ертесіне 29 сәуір күні дәл осы жастар сарайына баршаңызды шақырамыз. Бүгінгі ойында сәтті өнер көрсеткен топтардың 1-16 финалдық сайысы, ал 30 сәуір күні бейбітшілік және келісім сарайында жоғары лига Жайдарман топ ойындарына 3-ші кезеңді тамашалауға баршаңызды шақырамыз. Дәл осы аталған ойындарда өнер көрсететін барша командаларға бір шабыт сыйлап қошеметтесек болады. Жайдарман! Жалғастырамыз. Үшінші жұп Шымкент қаласынан келіп отырған тамаша команда, сахнада Альфа командасы. Кел, Түркістаннан келдік. Кел, Шарық Астана! Ей, қаяқтағы Түркістан? Шымкенттен келіп отырмыз ғой? Дұрыс қой, Түркістан облысына кіреді ғой Шымкент. Сенкі рахат екен да, я? Ей, Шымкенттен келгеннен кейін Шымкент жайлы айтайын ба? Айтайық. Шымкентте не көп? Алаяқтар. Театр көп, Батырхан. Енді мына театр көп болғаннан кейін бізде өнерлілер бар, я? Сосын Шымкент несімен танымал? Өзбектермен танымал. Қонақжайлығымен танымал да? Қонақжайлығымен танымал. Енді мына қонақжай болғаннан кейін біз кішіпейілміз, ше? Кішіпейіл, тәрбиеліміз. Енді Шымкент сонда да не дейді? Жағымпаз. Сен точно Шымкенттенсің ба, я? Жоқ, местныймын ғой мен. Бәсе көрініп тұрсың. Шымкенттің салқын сырасын көрдің бе ішіп құрдасын, мөлдіреп тұнып тұрғасын. Қайсың шыңмен жамандап атқан? Мен емес. Жігіттер, мойындаңдар. Мен емес. Тауып алам о менге жігіттер. Өлі, құмас, братан. Қой, шли онда емес, ше? Ужас! Сен ба местный? Өйткенде мынау битет. Жігіттер асарлашып жіберіңдер, времянгі соғып атырек дейді. Ол мақыл. Батяларыңды ертікпеңдер деген не әңгіме ол? Сен сосын папаңа айтана кредит төлесін. Класстастары жоқ па, немне бөле, доверенный лицоға мен номерін беріп қойғаныз. Астанада не әбішсіңдер? Жайдарман ойнауға келдік қой. Қандай Жайдарман? Мен объем оп қойғам, жүріңдер строй құрамыз. Ей, тоқташ, братан. Әдемі кейін оп, Жайдарман ойын деп бармыз, нақты? Сен бишаран әдем киінген деп кім алдап жіберген? Ей, сенен мен әдем киініп ағам ғой. Тем более Жайдарманшылар құрылысқа жағын емессіңдер ма? Қалайсыңды? Енді дұрыс қой, әзіл құрмайсыңдар ма? Деп қоясың, короче. Братан, не айтып кеттің? Бізге келесі кезең өту керек. Кім шешіп жатыр оны? Есен ағалар. Ассалаумағалейкум. Есен ағаларыңыз қалай ауырмай, шаршамай. Есен аға, мына жігіттерді алып қалыңыз. Бұлар енді бір әзіл айтып, бір қарт болмаса да, әйтеуір інім бейджик тарқат жіберіш. Інім аяғым оқалап жіберіш. Інім суретке алып жіберіш. Өлдім дегенде сушняққа жақсы барып келеді Есен ағам болар. Ең жігіттер келесі кезеңге өттілерін кеп жатыр екен, бір бар ма ойнайтын әзілдер? Бар ғой. Ойнаңдар ол. Жалғастырамыз, достар. Әлемде сан деген ұғым болмаса. Понедельник, вторник, среда. Жалғастырамыз, мақтауды көтере алмайтын бала. Мынау приседанияны өлтіреді. Шашамадым. Шашамайды. Ой, ақыр шашамадым. Бол, шашамайды. Бұл ән айтқанда бар ғой. Бұлбұлдар демалады. Бұлбұлдар сайрайды. Билеп тұрып айтады ғой бұл. Йо, бұлбұлдар сайрайды. Бұл же еще. Ей, тоқтаңдар, жігіттер, рахмет айтып жатқандарың. Бірақ қарызға бермеймін. Жалғастырамыз. Бұрын тамада болған ағамыз әуе жол серігі болса.
Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Бақты бағалаған ол да ғажап. Аспан асты, бұлт үстінде той тойлатқан. Ассалаумағалейкум, ұшаққа келген барша қазақ. Молодец, красавчик. Мынау енді қазір ұшайын деп тұрмыз, құрметті жолаушылар. Ұшу демекші. Мынау Қазақстан капта ұшып кеткен альфа құрамасы келіп, бүгін тағы ұшайын деп жатыр екен. Молодец, красавчик. Құрметті жолаушылар, Інім не істеп кеттің? Ұшайықта тестіз. Альфа құрамасы ұшуға асықпаңыздар. Бәлкім әділ қазалары алып қалар. Рахмет. Құрметті қазылар алқасы, бізде аманат дейтін ұғым бар. Біздің ата-аналарымыз сіздерге аманат қып жіберіп отыр. Енді сол аманатқа қиянат жасамаңыздар. Алдарыңызда өнер көрсеткен психологтардың өзін психологқа жіберетін альфа құрамасы. Рахмет. Альфа командасы Қамбар мектебінің директоры Азамат Есполұлына сондай-ақ Қадыржан Смағұловқа өз алғыстарын білдіреді. Альфа командасының қарсыласы сахнада жергілікті команда Астана қаласы Тұран Астана университеті психологтар командасы. Құрметті достар, бірден айтайық, инста-коучтар біздің коллегамыз емес, олар алаяқтар. Мектепте өмір есігі жабық тұратын психологтар сахнада. Құрметті достар, негізінде қазір жігіттердің көңілін аударудың өзі бір психология болып кетті ғой. Қыздар, қысқа юбка киіп денсаулықпен ойнамаңдар. Біздің денсаулықпен тек дәрігерлер ғана ойнайды. Психологтардың пайымдауынша, қазіргі қоғамда қыздардың орны төмендеп бара жатыр екен. Жоқ, керісінше, қазіргі қоғамда әйел адамдардың орны өте жоғары, өз құндарын біледі. Әйел адамдар өз ойларын еркін айтып, тіпті ер адамдармен бір дәрежеде тұрады. Осындай деңгейге бізді бір түн ішінде жеткізген Бишімбаев қалыс айтпаймыз ба? Бұрынғы кезде әйелінің айтқанынан шықпайтын ерлерді күшік деп айтатын. Ал қазір ондай ерлерді идеалды ерлер деп айтады. Қыздар, кеше бір жігітпен танысқам ғой, анауың нашақор болып шықты ғой. Сондайларды қайдан тауып аласың сен? Телеграмда толып тұр ғой. Құрметті достар, біз психолог болған соң, бізге неше түрлі адам хабарласып жатады. Мысалы, сен қызсың, iPhone 17 ұстағың келеді, бірақ адал жолмен. Ондай кезде бізге хабарлас. Сен жас жігітсің, көшеде ұялмай йогурт ішіп, қызыл түсті куртка киіп, шашыңды сары түске боятып, құлағына сырға тағып жүргің келеді. Бірақ та достарын андай деп ойлап қалама деп қорқасың. Ал ондай екенді өзің ғана білесің. Бізге хабарлас. Сен 97-ші жылғы кемпірсің. Жас жігіттерді көргенде басың кетіп, сүйектерін сықырап, давлениең көтеріледі. Сондай кезде бізге хабарлас. Сен 97-ші жылғы шалсың. Жас қыздардың инста парақшасын қарап, одан анасына тіркеліп жүрсең, ондай кезде бізге хабарлас. Рахмет, құрметті достар, негізі жайдарман деген ол үлкен психология. Себебі қарызға батып тұрып адамды күлдіру үшін үлкен төзім керек. Алдарыңызда өнер көрсеткен тау психологтар құрамасы Тұран Астана университеті. Келесі кездескенше рахмет.
Тамаша, жалпы жайдарманнан шыққан психологтар жаман емес, қазір танымал. Қыздардың да болашағы жарқын болғай деген ниет білдіреміз. Тұран Астана университетінің ректоры Гүлжамал Жапарова ханымға өз алғыстарын білдіреді. Альфа және психолог қыздар сахнаға. Аманат деген жақсы нәрсе. Аманат деген партия бар. Жақсы партия. 3-0 психологтар. Тамаша, қыздарды шын жүректен құттықтаймыз. Сахна сыртына қошеметпенен шығарып салайық. Альфа психологтар есеп 3-0. Қыздарды келесі кезеңге жолдама алуларымен шын жүректен құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Бүгін 3 ойынның куәсі боламыз. Алғашқы ойында 9 жұп өнер көрсететін болады. Сонымен 4-ші жұпты бастайтын қайтадан жергілікті астаналық топ Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті сахнада Керуен командасы. Құрметті көрермендер, мына Алекс, Сарыағаш Алексің жылдық обороты 53 миллиард теңге болған екен. Ол магазинде 260 теңге тұрмай ма? Мынандай оборот қайдан жасап жүрей? Ассалаумағалейкум, елорда! Жігіттер, кино маусымы. Кино дегенде не еске түседі жігіттер? Кинорум. Атаң басы кинорум. Жігіттер бала кез еске түседі кино дегенде. Білесіңдер ма, баяғыда ата-анамызбен кино көріп отқан кезде бір ұятсыз жерлер басталып кетеді ғой. Бір ыңғайсызданып, басқа бөлмеге кетіп қаласың ғой, телевизорды алып. Оны өзің көрген қызық та оны. Құрметті достар, жалпы қазақ киноларында осындай 10 емес эпизодтар бар. Досым, маған тез арада 20 мың керек болып тұр. 20 мың теңге? Сөз болып па сол? Досым, 20 мың доллар. Сен мен сонда қорқытып тұрсың ба? Жоқ, бұл жай ғана ескерту. Егер қарындасымның басынан бір тал шаш түсетін болса, менен жақсылық күтпе. Мен сені жердің астына түсіп кетсең де тауып аламын. Жігіттер, мына жайдарман демеушісі Фридомда арзан ұшақ билеттеріне керемет жеңілдіктер бар. Жігіттер, ұшақ демекші алдында мен Түркияға ұшақтан қалып қойдым мен. Қуасың ба, сенде загран паспортта жоқ қой? Мен саған загран паспортым бар дедім ба? Сол ұшақпен жаяу жүгіріп жарыстым, қалып қойдым содан. Жігіттер, мынандай арзан әзілер болмайды. Ақтың арзан 300 мыңға жаздырдық қой. Ендеше курсанттарға қарсы әскерден қашып жүрген жігіттер келіп қалды. Қайырлы кеш жастар! Көреміз достар, бір түрлі тамада. Атамыздың 100 жылдық мерейтойы құтты болсын. Осындай кезде айқай шулайтын құрдастар қайда? Көреміз достар, имам үйінде. Папа, жаңа қауынды құлатып алдым мен. Нече балам, дыня ғой, бұл дынияда дейді. Достар, әрбір ортада ренішін осылай білдіретін балалар болады. Ай, Алла. Не oldu Рома? Ештеңе. Криштиану Роналду ақын болса. Көреміз достар, өте қарапайым жігіт. Алло, кешіріңіз. Сіздің диагнозыңыз дұрыс қойылмапты. Сіздің бір-екі күн өміріңіз қалған. Енді дұрыстап қоймайсыздар ма? Енді қайталанбасын. Кейбір отбасыларда осындай әкелер болады. Әке, папа, ұйықтап жатсың, мен армиядан келдім ғой. Ұйқым бұз жорындасың.
Ой, мен бір жыл слушать етіп келдім ғой. Ұйқым бір жерінде просто. Соны айту үшін келдім ба? Жоқ, папа, анау көрші балта сұрап жатыр. Ей, берме оларға, сындырады сосын. Ей, берме дегенде балта солардікі ғой. Берме сонда да, сындырады. Бай ғой олар, ұмытып кетеді, қоя берші. Ой, қойшы папа. Адам ұйқысын бұзасыңдар ғой өстіп. Сіздің мысығыңызға арналған вискас енді бұрынғыдан да дәмдірек. Қайдан білдің бұрынғыдан дәмдірек екен? Мысықтардан опрос аламын осылар, Статистика бюросы таратты. Енді қайтпек керек. Мен қайдан білем қайтпек керегім? Құрсыншы, ұйықтаймын мен. Ей, Тұрсай! Не ұйықтай бересің сен? Сәлден кейін кішкене ұйықтай болшы. Ей, Тұрсай! Мен ұйықтай алмай жүрмін осы соңғы кездер. Не болды саған? Түсімде бір жігіттер келіп қырындап жүр. Түсіңде? Қа, олармен сөйлесем. Кішкене ұйықтай болшы, өзім сөйлесем олармен. Ей, Тұрсай, не ұйықтай бересің? Махаббат бұл бір майдан, құласаң құшақ жайған, бері қолдарымды жайып, сені сұрадым құдайдан, біздің тағдырлар тоғысты, біз үшін. Рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Керуен, рахмет елорда. Әдемісің мен үшін айдан, сендей жанды табамын. Тамаша, соңғы кездері жергілікті астаналық топтар жақсы өнер көрсетіп жүр. Бұл жетістік жергілікті Астана Жайдарман филиалының басшысы Фурхат Курбанов мырзаның ерен еңбегінің арқасында деп есептейміз. Керуенде дайындалатын командаға қарсы казармада дайындалатын команда Алматы қаласынан келіп отырған біздің әскери өмірменен шығармашылық жолды қатар алып жүрген жігіттер. Қарсы алыңыздар, жұлдызды курсанттар командасы. Ақтоты Рыбалкаға негемді балаңдамайтын әскери құрама. Қайырлы кеш Астана! Біз әскери институттан келдік. Біз тәртібі темірдей. Мінезі болаттай. Ей, басқа командалардың жанында мысы бас тұратын тепсе темірзетін жігіттер емес бізде. Металломда дайындалғасын ба сен? Не қылдың бәрімізді терминатор қып жүрдің ғой? Ислам терминатор қоя тұр. Осы арттағы қарсылас командалар бар ғой? Иә. Солар бізден қорқып жүр ғой? Енді қорқып жүрсе, олар бізді мықты ойнайды деп қорқып жүр да? Жоқ, жігіттер, олар бізді походу военкомат деп жүр. Ерсайын, қоя тұршы, не елден ерекшеленіп, бронежилеті шыққасын, бәрі бронежилетпен тұр ғой. Білесіңдер ғой жігіттер мен. Мен басым істейді ғой. Келесі ойынға ақша болсын деп, эко жасап тұрған жоқпын ба мен, қуасың ба сен, не айтып тұрсың? Эко болса, аканды үшін ұстап алдың ал. Екеуің не айтып кеттіңдер? Шортты қарамайсыңдар ма? Жігіттер осы мен генералдардың званияларын әлі жаттай алмай жүрмін бар ғой. Оң несі қиыныр дәулет? Айта қойшы. Бүркітпен 1 жұлдыз тұрса генерал майор. Бүркітпен 2 жұлдыз тұрса генерал лейтенант. Бүркітпен 3 жұлдыз тұрса генерал полковник. Ал енді мынау бүркітпен Айша тұратын болса бір керемет концерт болатыр деген сөз. Ендеше шорттан шыққанға қарағанда КамАЗдың бортынан шыққанды жөн көретін жұлдызды курсанттар. Кеттік! Саулықтарыңыз тілейін байтақ елдің тұрғындары. Тамашалаймыз әскерден келген жігіт. Алғатын шешін. Рахмет. Швабрасын сындырып алған курсанттар.
Әскерилер де адамдар, сонымен көреміз. Компьютерный клубта. Мыналарын қуамай, қарындас бізге 5 компьютер випкадан бере салшы. Үйінде бір ғана төсегі бар, әскери отбасы. Әшкөнтай, жаным балам, тұра қойшы, әкең нарядтан келді, жат, дем албасын. Әскерде жоқ деген сөзді айтуға болмайды. Сонымен көреміз, казармада. Сол, короче, чықтар. Командир отыр. Тек тұр. Еркін тұр. Так, маған телефон ап көш бар, сен зарядчик так бел. Жігіттер, менің ішім пысты, шыны керек бар ғой. Так, міне екі телефон бар, зарядчик бар, так. Енді маған КамАЗдың баллон жалып қалған, баллон ап келіңдеш бар. Қорқпаңдар қазір. О! Так, баллон бар, жігіттер. Енді маған вообще ішім пысып жатыр менің бар ғой. Танкі болыңдар маған. Ойбай, налар танкіде болды, жүріңдер ішкен. Енді маған андай қаншардырдың үстін андай үш бұрыш қып істеп беріңдер ішкен. Көрсейші. Деймеймін бауырдан әлядаймын, солардан қап қойған жанядаймын. Рахмет. Құрметті Есен аға, жұлдызды курсанттар құрамасы сіздің алдыңызда тек тұрып, келесі кезеңге автоматты түрде өткіміз келеді. Егер біз келесі кезеңге өтіп жатсақ, жұлдызды курсанттар құрамасы сіздің саулығыңыз тілейді. Сіздермен бірге болған Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, халық қаһарманы, тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлерінің әскери институты Алматы қаласы, Батыр Бауыржандай ұрпақтары бар жұлдызды курсанттар жайдарман тобы, отанның берік қорғаны. Рахмет! Калашпен сахнаға шығып кеткендер үшін өтпей қалса апасына о да. Мына жалпы өмірде тоқтаусыз үш нәрсеге қарай беруге болады: ағып тұрған суға, жанып тұрған отқа және әскери командалардың қағытпа қалжыңдарына. Ұзағынан болғай, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлердің әскери институт бастығы полковник Ербол Нұржановқа команда өз алғыстарын білдіреді. Тартысты жұп болды, нәтижесі қалай болатын бірге аңғарайық. Керуен және жұлдызды курсанттар сахнаға. Фурқат туралы әзілің онша болмап еді, шығып бара жатқан кезде жұлдызды курсанттар ескертіп өтті. Көрдің ғой, мен айтпаймын, өзі келтіреді. Дайындал. Бағанағы ұсынысымды жартылай қайтып алдым. 3-0, курсанттар. Жұлдызды курсанттар 3-0 есебімен 1-16. Тамаша, қолдауларына ерекше ризамыз. Рахмет, сахна сыртына қошеметпен шығарып салайық. Рахмет. Қарсылас командаға рахмет деп құрмет білдіріп жатыр. Қандай тамаша, қол соқып қойыңыздар. Өздерінің келесі кезеңге лайықты екендерін тағы да бір мәрте дәлелдеді. Қарсылаңыздар, келесі 5-ші жұптың ойынын бастайтын Талдықорған қаласынан келіп отырған Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті. Сахнада креатив командасы.
құрметті көрермендер, мына Астана тура GTA сияқты екен ғой. Мына зәулім, биік, әдемі ғимараттары көп та, бірақ оның көбісіне кіре алмайсың да. Ал сіздерге түсінікті болсын деп айтайық, біздің Талдықорған Counter-Strike қой. Неге? Читерлар көп та бізде. Бұлай қарап тұрма жігіттер. Бәрін келдіңдер ма? Нұржан келмей қалды ғой. Еще біреу келмей қалды ма? Бәрің бір микрофон ұстап алыпсыңдар. Сенде не жоқ? Сөзім жоқ қой мен. Мынам бәрінде сөз бар екен де, сенде ғана жоқ екен де? Ойбай, бастаңдар ма? Кеш жарғы Астана! Құрметті көрермендер, біздің Талдықорған қаласын город пенсионеров деп атайды. Ал сол осы жақында бір 62 жастағы апа шөп сатып жүріп ұсталып қалған ғой. Қой, қанша жыл кетіпті? 10 жыл берген ғой. Да, ну пожизненно кетіп қалған ба не? Ерасыл, сен үстіңе не киіп алғансың? Жігіттер, өздерің Астананың қыздарына қалталы жігіттер ұнайды деген. Кәз. Звондап отыр қалсаңдар. Алло, жан, мен сахнада тұрмын ше, потом хабарласам, Кім, Айнұр ма? Алуа ғой, Айзереш, кішкентай қол. Айдос ше? Дос бола ғой, сен бас. Жігіттер, қазіргі қыздарға қарасам қарным ашады. Аналар қысқа киім киеді ғой, қысқа юбка киеді, қысқа көйлек киеді. Сон бір екеуін ұстап тістеп алса ғой. Қалай? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сонымен тамашалаймыз үйленгеніне бір күн болған жігіт. Пока нормально. Сонымен көреміз достар, Джин достарымен. Кеше, солай дейді ғой, короче. Джинді. Сонымен көреміз достар, Нұрсұлтан Төребеков ағамыз қазылар алқасында алғаш рет. Пока нормально. Рахмет, көп. Құрметті қазылар алқасы, біз осы жерге келесі кезеңге өту үшін келген жоқпыз. Біз есте қалу үшін келдік, ал есте қалу үшін келесі кезеңге өту керек. Алдарыңызда өнер көрсеткен Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті креатив. Күле білген адамға күлкілі командамыз. Рахмет, Астана! Креатив командасы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің ректоры Ермек Бөрібаевқа өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз, креатив командасының қарсыласы сахнада Орал қаласынан келіп отырған Тайпақ құрамасы. Астана қаласы. Беркін қыз керек емес еді командаға ғой негізі. Кока, біле білсен, әрбір мықты еркектің артында мықты әйел тұрады. Нағып тұрады ол. Енді әрбір мықты еркектің артында мықты әйел тұрады. Нағып тұрады, мықты болса шықпай ма алдына ол дейді. Ол сонда енді поддерживать етеді деген. Поддержка баласын туып отыр, ақшасына отыр ол. Кока осындай мақал ғой. Мақал болса да шықпайды оларына. Ассалаумағалейкум, Астана! Давай! Қазіргі жігіттер түсінбеймін бар ғой. Сәпсем ұсақталып кеткен. Мелочный болып бара тұр ғой. Айжама, сен малоймен жүргенге біз кінәлі емеспіз бұл жерде. Тиіспе малай ғой, качок. Именно малойдың денесін 2 жасап шығарып аламын, мен бар болса айтып. Жігіттер, Қазақстан кап, маңызды ойын, әрбір ойынды жүрекке ал ойнау керек. Беркін, тап осы маңызды ойыныңмен мені қорқыта алмайсың. Біле білсең, мен мектепте жағдайы төмен отбасыларға берген көмекті 10 сыныпқа дейін алып келдім, ұялмай. Еще коридорда бәрінің көзінше. Че там? Кешірші Айжамар, байқамай қалдым. Беркін, патологын айтайын ба саған, шыдайсың ба? Қазірдің өзінде мен харекет берген үйде тұрып жатырмын.
Ренжімеш Айжамал, реально білмей қалдым ше. Жігіттер шыдайсыңдар ма? Пигін айтайын. Не ма, Айжамал үйде бір жұмыс жасаған ба сендер ше. Жігіттер, мына жаңалықты естіңдер ма? Оралда мына белгісіз бір кітапханада 40 миллион теңге ақша жымқырылған ғой. Жеген адам есірген шығар да. Үйден әбет апармай жұмысқа да. Таксимен бар, таксимен қайтып келер жұмыстан. Құрсын көка. Мен мына онша емес болып қалды ғой. Алдында вечерде бәріне тиісіп күшті прикол айтып едің ғой. Бәріне тиісіп, мен шашыма тиісіп. Құрсын көка, сен күшті прикольчик едің ғой. Жоғы жақтағыларда білет та ана ақшаны қайда тығу керек екен. Кітаптардың арасынан салыққа тау болып тұр ғой сол жерде. Жоқ, көка, ананы айтшы. Алдында вечерде Айгүл жампатын тез ашыңдар дегенде, баяндағыда я братан деді, сонда бірдеңе айтқызшы. Со вечерде нәпсісі меріп ойбай саған кіп ойнатамын деп еді ғой. Мынау да до конца кетті ғой сол. Енше, көңілге көтеріңкі ол сахна тайпа! Тамашалаймыз. Ауылда осылай әңгімеге озвучка жасайтын ағалар болады. Сөйтіп бәке тиісіп қалды. Қарс еткен боларсың да. Дөңгелектен екен ғой. Қиқ деп тоқтаған болып тұр ғой. Сөйтіп Майша жанып шығып үлгердік қой. Пырр етіп қашқан болып тұр ғой. Көреміз, бұрын мұғалім болған апамыз моргте. Осы басқа сен күшіне миым дема тып-тыныш отырады әйтеуір. Дос балдардың арасында осындай болмайтын нәрсеге мақтанатын балдар болады. Оралда естісің ба? Бір балам пышақтап кеткен. Қойшы, пышақтаған дос бала осы. Қойшы. Бірге двор достық. Бұрын ондай жоқ, керім бала. Жоқ жаным саған сенгім келмейді. Алдаған соң үмітті. Жоқ жаным саған сенгім келмейді. Жыртқан дос балдар ғой. Құрметтер, ойын соңында Қазақстан Кап кейбір командалар үшін жаңа бастама, ал кейбір командалар үшін қайтадан жетістікке жету ортасы. Рахмет, Тайпақ. Рахмет, Тайпақ құрамасы Астана қаласы самбо федерациясының президенті Муслим Ондағанов ағаларына өз алғыстарын білдіреді. Креатив және Тайпақ құрамалары сахнаға. Рахмет. Сіз әзілдемей қойдыңыз ғой. Мен жүргізем ғой, ойнамаймын ғой, қайсына. Сіздің әзіліңіз керек болып жатыр. Так, Астанаға көктем биыл уақытында келді. Тайпақтың да көктемі ерте келген секілді. Жаңа құрамау деме, бір басқа балдар бар еді. Солардан құтылғаннан кейін жақсы болды осы. 3-0 Тайпақ. Тамаша, Тайпақ құрамасын келесі кезеңге жолдама алуларымен шын жүректен құттықтаймыз. Қымбат көрермен, Жайдарман ойындарының биылғы жылғы маусымының бас серіктесі Freedom Ticketon кино, театр, спорттық ойындардың билеттерін енді бір жерден сатып алуға болады. Бұрын соңды билет сатып алу дәл осылай оңай болған жоқ. Бұл тек қана билет сататын сервис емес, Freedom Ticketon бұл сіздерге жарқын әсер сыйлайтын афиша. Біздің серіктесімізге де бір қол соқ қойсаңыздар болады. Жайдарман және Freedom Ticketon. Жалғастырамыз. 6-шы жұп бастайтын жергілікті астаналық команда Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті. Сахнада Sunshine командасы. Қыздар, бүгінгі ойында бізді ешкім танымайды. Давайте өзіміз таныстырып өтейік. Давай, таныстырайық. Мен есім Аружан. Мен есім Еркеназ. Мен есім Аялым. Ойбай-ай,
өздеріңді тым қатты таныстырып қойдым деп ойламайсыңдар ме? Абайлаңдар, мошенниктер алдап кетіп жүрмесін. Мә, қыздар, мен кеше гендер патиге бардым ғой. Ана жерде шар жарылып, ішінен жасыл цвет шықты. Жасыл нес? Жынысын анықтау үшін қызыл немесе көк шықпайтын бет? Еркенас, қазір қыз немесе жігіт екен маңызды емес. Маңыздысы ред флаг немесе грин флаг екенінде. Қыздар кеше ютубтан көріндер ма? Бейбіт Әлібеков Падаман бағдарламасымен Баян Алагөзованың үйіне барыпты. Мә, сол уайымдап жүрм, мен үйіме келсе не істей ме? Ол ма? Динара Сатча Падаман бағдарламасымен Қайрат Нұртастың да үйіне барыпты. Мә, уайымдап жүрм, мен үйіме келіп қалсашы не істейм? Неменеге мен өзің уайымдап жүрсің, келмейді сен үйіне олар. Лифт жоқ қой сен үйінде. Ол кісілер 13-ші этажға жаяу көтеріледі деп ойлайсың бар жан? Қыздар, дым уайымнамаңдар. Біз по-любому келесі ойынға өтеміз. Өйткені біз деген Жайдармандағы кешьюдің алтын құрамымыз ғой. Қандай алтын өу? Сендер ломбардқа барсаңдар өтпейсіңдер ғой? Әшейін жүрген бюджетериясыңдар ғой сендер? Осы түсінбеймше, не деген самооценка сендерде осы? Қайдан шыққан самооценка? Жанар Дуғалован өз-өзін әдемімін демейді ғой, Қыздар, кеше суперстардың кастингіне бардым ғой. Сөйтіп, суперна да, старына да өтпей қалдың ба? Ой, Наргиза, сен неге бағанадан бері бізге тиісіп тұрсың? Біз деген келесі турға өту үшін барымыз салып тұрып қой. Ой, қойш, дым өнерлерің жоқ қой сендердің? Қалай жоқ? Эй, жайшылық па сенікі? Не істеп тұрсың өзіңмен өзің? Ей, бұл Тұрсен Алагөзовтың биі ғой. Сүгірдің термесі ғой мынау? Қойш, Наргиза, мен қара. Мына қимылым арқылы өзің бай екенімді, ақшам көп екенін көрсетіп тұрмын, мысалы. Сен мына қимылыммен бишарамын деп тұрсың ғой сен? Қыздар, дым уайымдамаңдар. Жаңа Жалғас ағай келесі ойынға сендер өтіп тұрсыңдар деп айтып қойған. Қойыңдаршы, қыздар. Мен қазір жігіттерге мүлдем сенбеймін. Олар көп өтірік айтады. Қалай? Бұлай? Подпискамдағы туысқан қарындастарым ғой. Мен сенімен түзу ниетте сөйлесіп жүрмін ғой. Мен бай емеспін, маған бірге көтерілетін қыз керек. Жан, мен саған лайық емеспін. Саған менен де жақсы жігіттер лайық. Құрметті қазылар алқасы, бізді обязательно келесі ойынға өткізіңіздер. Әйтпесе біз ренжіп, 30-қа қыздар сыйламайтын ред флаг деп жазып жүреміз. Мыналарын бәле қоры. Абайлаңыздаршы. Рахмет, Саншай. Сол бір ред флаг, грин флагқа айналама. Тамаша Саншайн командасы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің ректоры Қанат Треуовке өз алғыстарын білдіреді. Соңғы жылдары Жайдарман ойындарында қыздар командасының саны артып жатыр. Көп болып тұрғаны соншалықты осы жұпта екі бірдей қыздар командасы бір-бірімен қырылсын дедік. Сонымен Астанаға қарсы алматылық қыздар Сен Сұлу командасы. Перед вами выступает команда Сен Сұлу, Алматы, Қазақстан. Москвада ойнайын деп жатсың ба? Алдарыңызда Жайдарманнан жалғыз нан тауып жүрген команда. Наубайханада істейтінімізді айтып қойған ес. Сәлем, Астана! Мә, қыздар, үйтіп бірде алып сүртен өтіп кетті қой. Маусымашар дейді оны. Ағырке, мен ана қыздармен ойнамайым. Аналардың киімдерін қараш, мен сияқты киініп алған ғой. Бұл форма Айдана. Құрметті көрермен, бүгінгі осы ойынға біз сонау Алматыдан ат телетіп келдік.
келесі кезеңге өтек. Ана аттан ят бол жүрмесін. Ой, қыздар сұмдық ойын болып жатыр. Біздер мұна 1000 көрерменді бірдей күлдірту үшін барлығын бір уақытта қытықтауға жетпіз. Баптау не үйеніміз ма не сонда? Алысқа кетті ғой. Қыздар, қоя беріңш. Алдым бар ғой, практика барған ғой. Ана балдарын тентегей қоймайды. Апай бір көрейінші. Апай бір көрсетіңш дейді. Не сұрап жүр? Журналды. Қыздар, мен соңғы кездер не ойласам, сол аузымнан шық кете беретін болған ғой. 1-16. Қыздар, негізі маған шығысы машинасы бар балдар ұнайды. Қайдан тапсам болады сондайларды? Колеса кезеттен іздейсің. Маған еще үйі барлар керек. Крышадан іздейсің ғой ондайларды. Мен бөлек тұрғым келеді, ата-анасынан бөлек тұратын жігіт керек. Қарттар үйінен шығып бара жатқан жерінен ұстап аласың ғой. Мынау әзілма тип па? Мысалы қараңдар, мен не айтам, сол кірет. Ағырке, сен мысалы неше жыл өмір сүрген еді? 200 жыл. Немене қарғасың ба? Айтпақшы, қыздар, аяққа жағатын крем бар ма? Менікі келмейді аусаған. Неге? Енді сенің аяғың 36 размер, менікі 38 размер ғой. Айдана, мынаны қалай істеп жатсың? Жігітім тапер ғой. Қыздар, мен дейтін қазақ арқасынан қалай ұнау кереген білем. Қазақ атам айтпай ма, бір қыздың күлкісі 40 еркекті масқат деп. Айдана, мынау сенікі мас қылдыру емес, еш шидырту болды ғой. Айтпақшы қыздар, құрметті көрермен, бүгінгі осы жобамыздың жүргізушісі Жалғас ағамызға бір сыйлық бергім келіп тұр. Жалғас ағамызға умраға жолдама берсем деп едім. Сенің әке шешең Меккеде тұра ма? Беретін адам таппадың ба сонда? Қыздар, мен соңғы кездер қатты шаршап жүрмін. Неге? Оразада бір күн қарызым қалып кеткен ғой, соны бітіре алмай қойдым. Ол несі ғой? Мен просто оны 2 сағатқа бөліп ұстаймын ғой. Неге оны рассрочка қылып алғансың? Ой, енді демалып ұстамайым ба? Шаршаймын ғой. Ой, бір құдайдың еркесі екенсің сен. Құрметті көрермен, сөз соңында біздің команданың ойыншысы Айдана қайғылы өлеңдерді жақсы айтады. Қазылар алқасы, бізге 1-16 финалға өту қажет. Сондықтан да қазақта айтады ғой, жыламаған балаға білесіздер не жоқ. Соны еркектер сыра ерсінші, бізге не бар? Алдарыңызда өнер көрсеткен қыздың көркі жүзінде емес жүрегінде. Көркіде жүзіде сұлу, сен сұлу. Рахмет, Астана. Шаршап қалдыңыздар ма? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Алғашқы ойын командалар сіздер үшін дайындалды, қаншама уақыт жұмсалды. Бір қол соғайықшы барша өнер көрсетіп жатқан топтарға. Қазақстан Кап чемпионатының алғашқы ойыны. Бүгін сағат 18:00-де екінші топ ойыны болады, сағат кешкі 20:00-де үшінші топ ойындары болады. Жалпы қызықты маусым күтеміз, себебі 1-16 финалға жолдама алған бүгінгі командалардан бөлек республикалық биылғы жылғы маусымның ұлттық лига және жайдарман топ жоғары лига ойындарынан ұшып кеткен командаларға Қазақстан Капта тағы да бір мүмкіндік беріледі. Сол себепті қызық маусым күтеміз. Баршаңызды біздің лигамыздың тұрақты көрермені болуға шақырамыз. Жалғастырамыз. 7-ші жұп алғашқы болып бастайтын Қарағанды қаласынан келіп отырған номері 4-ші жалпы білім беретін орта мектептің командасы Достар KZ. Бұл әзіл болды ғой,
Ұмытып кеттім. Құрметті қонақтар, құрметті көрермендер, осыған дейін өнер көрсеткен екі команданың қайсысы жолдама алатынын бірінші анықтап алайық. Менен басқа бәрі ұмытып кеткен сияқты ғой, не только мен сияқты қойсына. Ал, көрейік, Саншайн, сен сұлу командалар сахнаға келіңіздер. Негізі ойындар қарай жалғастыра беру керек еді. Екі командаға да ұпай жоқ. Стоп, яғни пауза ұстаймыз. Білдім ғой мен Есен аға сөйтіп айтатыныңызды. Сол. Қыздар, ренжімеңіздер. 3 топ аяқталғаннан кейін шешім шығарамыз. Өте дұрыс. Қыздар, рахмет сіздерге. Жігіттер, қыздарға бір қол шапалақтап сахна сыртынан шығарып салайық. Енді жігіттермен бірдей өнер көрсету қыздарға әрине оңай емес, бірақ жақсы өнер көрсетті. Нәтижесін ойынның соңына білетін боламыз. Ал енді Қарағанды қаласынан келіп отырған номері 4-ші жалпы білім беретін орта мектеп Достар KZ. Алыстағы туыстан жақынға артық қайырлы кеш Астанда! Құрметті көрермен, міне біздің команда мектептен келіп тұр. Яғни 11 сынып бітіреміз. Жігіттер, Астана маған ұнап жатыр. Осы Астанаға енуға түсем ғой деймін мен. Мен аюға түсем ғой деп отырмын жігіттер. Мен тұранға түсем ғой деп отырмын. Азамат, сен қайда түсесің? Мен жігіттер дұрыс жолға түсем. Сен дұшқа түсіп ол бірінші. Жігіттер, құрметті көрермен, кеше ғана мен әңгіме айтып берейін. Кеше ғана ағам тойы өтті күні кеше Қарағандыда. Анау тамадан мықты жүргізеді екен кәдімгідей. Сол тамадан видеосын айтып бердім, қара жерік. Тамадан видеосы десе жалт қарайсыңдар, Қазақстан кап 1-32. Бұдан өтсе келесі кезең 1-16 дейді. Оған уақыт керек, дайындалу керек. Сол үшін көке 1-8 беріңіз. Інім, сендер чош шайып атсыңдар. 1-16-на алыңдар. Көке, анау Кентаудың командалары оптым әкетіп отыр еді. 1-8 беріңіз. Інім, 1-8 саған дәу болады. 1-16-на алыңдар. Тоқташ. Саулау болып кетті ғой мынау. Құрметті көрермен, қазақта жақсы сөз бар. Не белгі етеді, не бербеу кетеді. Беруіміз кетпей тұрғанда ойынымыз бастаймыз. Тағы да қайырлы кеш достар, азартик тамада кезекті тойында. Құдалар шықтан, нағашылар шықтан, пісір шығарып берсек. Жалғастырамыз көбелектердің тренингі. Құрметті көбелектер, бүгінгі тренингке қош келдіңіздер. Бүгінгі тренингіміздің тақырыбы обедке дейін өмір сүру. Апай, кешке шейін өмір сүріп қашан үйретесіз? Обедтен кейін үйренеміз аңғар. Жалғастырамыз Моңғолиядағы махаббат. Аға дегенде тұрмыстан мен аға. Сонымен достар, тамашалаймыз. Әрбір мектепте осындай креативный апайларымыз бар шығар. Так, оқушылар бүгінгі күнде тақырып жаза беріңдер. Мен TikTokқа стримға кіріп шығайын, және шақырып отқанын қалайсың? Апай, стримде сабақ өтейікті. Енді апайлардың жалақысы аз дегенде кішкене, жасы сен, не сөйлей бересің? Қалайсыңдар? Давайте лайк басайық. Бека 2005 артқа қарап билешейік. Сестраны айтасың сөз. Мен ондай емес, мен оқушылар тәрбиелеймін. Бека. Лайк басайық, настроение сүрмейік. Зарина 2007 өте сұлу екенсің. Спасибо. Рахмет, көп. О, батыл басталды кән. Лайк басайық, подарка әдәк. О, мен Азамат оқышым келді. Азамат кән подаркач. Азамат кән подарка. О, сорлы, отылдықта қалдық. Так, оқушылар, орнымыздан тұрамыз, қолымыз көтеріп тұрамыз, стримнан отылдық. Жерде бақыт барын білмейсің. Бұл қалай, қолым жетпей тұрғанай. Сені жаным періште қып, мені пенде қойғанай. Бұл қалай. Рахмет. Құрмет достар, сөз соңында. Қазақта жақсы сөз бар, көп күлген бір жылайды. Сіздер жыламас үшін қатты күлдіріп бердік. Рахмет, Қарағанды.
Астана. Достар КЗ командасы номері 4-ші жалпы білім беретін орта мектептің директоры Мағрипа Хасенова ханымға өз алғыстарын білдіреді. Достар КЗ командасының қарсыласы сахнада Жамбыл облысы Меркі ауданынан келіп отырған Меркурий командасы сахнада. Акиматтың бар қолдау мобилографын беріп жіберді. Қайырлы күн мобилограф аға! Әй, жігіттер, бірден келісіп алайық. Меркіні жақсы жағынан көрсетеміз. Мен де десем, бірақ жағындайын қой. Не анау пойыздан түсе салысымен қоқысты көшеге тастап? Не болып тастасам? Ей, соны анаң мен жас кісілер жинайды ғой. Нормально, мамашқа жас қой. Жігіттер мен керек ма негіз сендерге? Қатты емес негіз. Онда артына барып реквизиттерді дайындай берейін. Бол, сөйтсіз. Меркінің намысын қолдан бермеу керек. Сол намысты қолға алып асай сен бірінші. Меркінің емес мектебінің намысын қорғаймайсың ғой сен. ұбт-дан 35 ақпал жинап. Құрмет көрермендер, қуанышты жаңалық. Біздің Меркіде қызыл кітапқа енген 10 ақпар табылды. Құттықтап қойсаңыздар болады міне. Рахмет. Оның 8-і Меркіде қалды. 5-еуі алдарыңызда. Тоқтаңдаршы. Сендер реквизит қолданбай дегенсіңдер ғой. Не қарап түсіңдер, бастаңдаршы. Кетіп! Сонымен достар, тамашалаймыз. Мектебінде абыройы жоқ директор. Директор ай вақтаға отыра тұрасыз ба? 15 минутқа магазинға шығып келемін. Әнші Баян Сұлу өзінің кезекті концертінде. Тоқташ өшіш, сіз не үшін қосылып отырсыз? Осы әнді сатып алған кезде ақша қосып едіңіз не? Барлығымыздың басымыздан осындай жағдай өткен шығар. Енді не үшін бармайын деп отырсың? Мама ғой жіберме айтқан. Сен сұрасаң точно жібереді. О, мама, қалайсыңдар? Ей, диаспорам, қалайсыңдар? Еші аман есен? Апабаң бәрі жақсы ма? Чай қайнатып, чай ішіп жүрсіңдер? Жоқ, рахмет, біз сол балалармен PlayStationға баратқанбыз. Нұралым жібере аласыз ба? Ей, барсын, қалмасын ондай жерден. Бұл атаңлет айтпайды маған ондайды. Сонымен достар, көреміз, TikTok бұрынғы заманда болса. Достар, 20 соғыстан ұтып алған 20 бенді құртып алмайық. Қылыш атпаймыз, достар. Мәні 5x қойды, енді бір жаяу әскер болсам, мына соғысты өтіп тұрық мені. Супермаркетте ақшасы жоқ балаларды бірден байқауға болады. Алло, досым, тез WhatsApp қырыш, өте беріңіз, өте беріңіз. Заманауи балдар Меркіде де бар. Брат, не істеп тұрсыңдар? Тренд түсіріп тұрмыз. Базар жоқ, сендердің трендтарың жаман новый емес па? Бұл трендті TikTok-тың өзі ұмытып қойған шығар? Біз бұны TikTok-қа емес, лайкиға саламыз ғой. Лайки дейді? Лайки түсірген қыздардың бұрынғы видеоларын тауып кәбіз угарать етіп жүріп қой. Походу, Ернар Айдардың өзі біраз сендерден трендтен осып кетті ау. Брат, оны қоя берші, қарасай біз новый би дайындадық. Көрейік тағы белеңді. Көрдің ме міне? Зор, жігіттер, зор. Сендер мынаны битіңдер. Монтаждандардағы аяқтарыңа четкий бір жанатын кроссовка кигізіп қойыңдар, сонымен ататына видеоларың сендердің. Жігіттер, сендер бипхаус қабаққа шақырып отыр. Бол, барамыз. Рахмет. Сіздердің алдарыңыз өнер көрсеткен білдей бір планетасын намысын қорғап келген Меркурий. Рахмет, Астана дейтін сөзім бар мен.
саған қойып қой. Меркурий командасы Меркі ауданы білім бөлімінің басшысы Зәуре Абдрасиловаға сонымен қатар өз ата-аналарына алғыстарын білдіреді. Достар КЗ және Меркурий командалары сахнаға. Бұл жопта сәл басымдықпен 2-1 Меркурий. Меркурий командасын жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Командаларға құрмет білдіріп, қол соғып, сахна сыртына шығарып салайық. Жалғастырамыз. Бірде өтсек финал, бірінші бөлім. Енді екі жұптың ойынын тамашалайтын боласыздар. Алғашқы болып бастайтын келесі жұпты Өскемен қаласынан келіп отырған Шығыс Қазақстан техникалық университеті. Сахнада 2ТУ құрамасы. Біз Өскеменге отырып, Өскеменге келсін біз жақта қазба байлықтармен мақтануға шықтық. Сонымен бізде шым шығады, және де кен шығады. Шымкент? Алтын, уран. Қысқасы біз өтте бай қаламыз. Анандай байлықтарың бар, не жайдарман ойнап жүрсіңдер сендер. Жігіттер, естідіңдер ма? Кеше шіркін лайфтағы Маржан шашын алып тастапты. Сен битси, қазірде маскаларың дайындай берші. 2019-да бізге бір вирус келеді деген. Одан кейін сен ақшаларын жинап жүрші мақыма? Неменеге? 2024-те Аргентинаға тікпейсің бе? Жігіттер құттықтап қойсаңдар болады, жақында бір көлік алдым. Ана көліктің жағдайы шүкір жақсы. Тарт қолыңды құттықтама. Жағдай өпшім жақты емес ана көлігінің. Бампері майысып кеткен, моторынан май ағады, асты шіріп кеткен. Тұршы сен, оның бәрін қайдан білесің? Сәл көзіңе қарап жүрсе, кеше қақып кеттің ғой, машинаның астынан бір-ақ шықтық қой. Жігіттер, зайым деген зат осы жақсы болды, Не үшін? Коллекторлардың арқасында әкем тауып алған сенесіз. Жігіттер, сендер өйтіме уақытындамаңдар, ертең менде смен. Несімен? Спортсмен. Сонымен тамашалаймыз, өте сараң әкім. Ой бұл, ауылда су жоқ дейсіңдер, патологтарыңнан тамып тұрған жоқ па? Ауылда бәрін жақсы жағынан көре беретін ағаларымыз болады. Қайта жер жұмсақ кезде кетіп қалды. Айтпай. Түрмеде той жүргізген тамада. Ана тойлар не oldu сендер? Ой, той дейтін зөр өтті. Қонақтар да қанса қап кетті ғой. Районда денсаулығымызды қатты уайымдайтын братандар болады. Сәл өкпеге алып, шегіңдерсе, рак боласындар қиын. Арабиядағы мектеп. Так, оқушылар, бүгін Әл-Ибн Тайырдың Ламборджининің кілті жоғалыпты. Қайсың ұрлап кеткен? Сендерге құптанға дейін уақыт берем, орнына қойып кететін болыңдар. Жігіттер, мен сендерге бірден айтайын. Мына жерден қайтып кетіп қалу керек екенін білесіңдер ма? Қалай? Поклон, жігіттер, поклон ғой. Алдарыңызда болған Шығыс Қазақстан техникалық университеті 2ТУ, рахмет. Екі ту құрамасы Шығыс Қазақстан техникалық университетіне өз алғыстарын білдіреді. Екі ту құрамасының қарсыласы Алматы қаласынан келіп отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Сахнада КазУ құрамасы.
жігіттер, дым уайымдамаңдар. Бүгінгі ойынның тағдырын шешіп қойдым. Папам прокурор, мамам сот, ағам судья. Бағлан, сен сотталайын деп атсың ба, жайдарман қой бұл? Қайырлы кеш Астана! Жігіттер, Алматыдан келгеннен кейін Алматы туралы айтайық. Айтайық. Алматыға көктем келіп, күн жылып, мопедтер шығып, аналар мазан алып қойды. Тоқташ, шыға сала, сен мазан алып қойдың ғой? Жігіттер, мына Алматы демекші, мен Алматы қаласында өмір сүріп, Алматы қаласының көшелерінің қиындығын қателіктерін байқап қалдым ғой. Аха, қандай екен? Төле би Момышұлы көшесі дейді жігіттер. Төле би атамыздың фамилиясы Момышұлы емес қой. Әріптестер, сендер түсінбегенсіңдер ғой, фамилия емес қой ол. Көше ғой, екеуі қиылысады ғой. Қалай қиылысады ол? Төле би атамыз 18 ғасырда өмір сүрген ғой, балдар. Жолдастар, Момышұлы атамыз 20 ғасырда өмір сүрген. Ол екеуі қалай қиылысады? Бағлан, көше емес па ол? Не, Төле би жатыр ғой, Момышұлы кесіп өтіп тұр ғой соны. Төле би жатыр сонда? Иә. Момышұлы атамыз кесіп жатыр. Оны неге кеседі ол жігіттер? Аттап өтпей ма? Жігіттер, мен ұйқас шығаратын курсқа қатысып жүрмін. Қойш? Қойсаң қой, байыңа жет. Ұйқаспай қалдың мұның? Бағлан, қойшы, мен басқа да курстарға қатысып жүрмін. Шаштараз, аспазшы, маникюр. Бірақ жігіттер, маған бірден жетіспейтін сияқты. Не жетіспейді? Актерство. Жігіттер, осы Қазыбек Құрайыш қаяққа кетіп қалды екен, көрінбейді ғой. Ол үйінде Ернар Амандықтың өлеңдерін тыңдап қайғырып жатқан шығар. Науғалай басыма кимей қалды. Кеш жарық достар, сонымен көреміз. Бұрын мұғалім болған сот. Тақ 5 жыл, пока карандаспен қоя тұрам. Поведениеңе қарайын, поведениең. Тамашалаймыз достар. Freedom банкының директоры Тимур Турловтың да іші пысатын шығар. Қайсы көріп жүрейінші, маған кредит берем екен? Жалғастырамыз. Бәріміздің де осындай детский понятиеде қалып кеткен братандарымыз бар шығар. Жігіттер, мыналарың болмады сендердің. Қайсын класс жоқ класста кланнан шық етіп жүрген? Бұндайларың бар, бұттарыңа шалбар кимей қойыңдар же бар. Елестетеміз достар, Аладдиндегі Аладдин таксист болса. Келдік бұл. Соң номеріңіз соңы 73-38 ба? Иә, Жасмин С деп шығады. Жалғастырамыз хамелеондардың отбасында. Сен бала соңғы кездер жаман өзгеріп жүрсің. Тамашалаймыз. Қазақстан дауысы телемега жобасындағы әділ қазылардың орындығы айналмай қалса. Тек сені сүйдім дара қызым деп тар. Еркелетуші. Сөз соңында жігіттер. Мына біздің қарсыластарымыз мықты кәдімгідей. Бір-біріне кәдімгі оза шапты. Бағлан, оларға да бірден жетіспейді, білем мен оны. Не жетіспейді? Актерство. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Рахмет, Астана. КазОУ құрамасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Жансейіт Түймебаевқа өз алғыстарын білдіреді. Соңғы жұптың командаларын сахнаға шақырамыз. 2ТУ құрамасы, КазОУ құрамасы сахнаға. Бір-бірімен құшақтасып тұр ма, әлде бөлек команда ма? Құшақтасыңдар.
Вот. Бізде пауза. Рахмет. Күшті екен пауза дейтін, жақсы. Енді қымбатты көрермендер, әрине залда отырған көрермендеріміздің көбісі де жайдарманшылар, өздеріңіз білесіздер, осындай сахнаға шығып өнер көрсету оңай шаруа емес. Сәл енді сәтсіздеу болып жатса да командаларға қолдау танытайық, қаншама уақыт дайындалды, қаншама түндер ұйықтамады, барлығы бекер, міне көріп отырсыздар ғой. Соңғы жұп қалды. Давайте бір жақсылап шапалақ соғып, бір оянайықшы, көңіл күймен қарсы алайық. Соңғы жұп қалды. 9-шы жұп алғаш қол бастайтын Қарағанды қаласынан келіп отырған қазіргі заманғы көп салалы колледж СМК құрамасы. СМС деді ма жігіттер? СМС деген біз ба? СМК. СМК. Құрметті көрермендер, негізі байқасаңыздар біз. Айтам ғой. Негізі біз өте сенімсіз командамыз. Бір, екі. Не істеп тұрсың, Аслан? Микрофон істеп тұрма, істеп тұрған жоқ па, тексеріп отқам ғой. Сен негізі сөйлемейсің ғой? Жарайды. Бұл Дархан. Бексұлтан. Бұл мақсатқа Абай атамыздың күз деген өлеңін ұнайды. Бексұлтан. Сол күз демекші, күз маған ұнамайды ғой. Мен туған күнім жазда емес па? Жаз ұнайды ғой маған. Ал бұл Әлібек. Әлібектің өмірлік ұраны бар. Қыш білекте емес, жүректе. Ай, жігіттер, жүрегім ауырады, қойыңдаршы. Өленді осы жерде қоян ба, жігіттер? Айдың, сен шықпау керек едің ғой, музыка қоспайсың ба қазір? Ана жақтан айғайлап сұрасам ұят қой. Сахнаға шығып сұрайын дедім ғой. Тұра берейін мен. Идея туды жігіттер. Жастар сарайын алдына келатқанда аяқ киімдеріміз шешіп кетейік. Тиіспендер, бұл біздің аяқ киім деп. Сосын аяқ киіміз шығамыз осылай. Сосын? Немесе төбелес жайлы әзіл ойнайық. Мәже төбелесіп атамыз. Тұрам айтам. Қатты төбелесетін балалайканы ап келейік. Кетіп қаламыз. Қатты төбелесетін балалайканы ап келеміз. Болмаса ше жігіттер негізі бар ғой. Басылып кетті жігіттер ренжімесіне ба? Мынау сосын... Анау айтпаймыз ба? Айтпай қой оны. Мынау біз Қазақстан кап деп бір ай бойы әзіл дайындадық. Асланбек бар, реквизит алып келші. Енді Асланбек келем дегенше Бексұлтаннан, Абай атамыздан бір шоқ өлеңдері. Сұр бұлт түсі суық. Бұлт келді. Асланбек, реквизит қайда? Пакет жыртылып қалыпты, реквизитсіз қалыпты. Дейтін өлең қалай саған Бексұлтан? Жарайды, мынау болмады ғой. Басқа әзіл ойнай салайық. Сонымен көреміз сенімсіз клиника. Келіңіз, отырыңыз. Отырайын ба? Отырмай-ақ қойын ба? Тұрып сөйлесе беруге болады. Мынау сіздің бір жеріңіз ауырып тұр ғой деймін, или ауырмай тұр ма? Мен басым ауырып тұр. Әлде тісім ауырып тұр ма? Негізі кеше мен қолым сындырып алғам. Жігіттер, сендерге тапер керек па негізі? Қазір жиналуды қосасың ғой? Просто ше. Не болып қалды? Ноутбуктың зарядкасы отырып қалды. Не істеймін енді? Жарайды енді ауызбен айта сал. Такс. Қандай өлең ұнайды сендерге? Абай атам күз деген өлең.
соған жиналыңдар онда. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңғаныма, тойғаныма, жылқы ойнап айтсайын да? Жылқы ойнап, бие қашып тай жарысқан. Құрметті қазылар алқасы, бүгінгі ойында өзіне сенімді командалар келесі кезеңге өтеді дейді ғой, а? Сол, налар не істесін, өтсін бе, или өтпей қойсын ба? Алдарыңыздан өскен СМК, самый мощный команда. Рахмет. Жаратқанда қорқым, адамдардан жоқ. Айналғанды сұрттып салдым, қот үлгілері жоқ. Мен атқанда башқа тет, ойланбаса шок. Жігіттен бар. Жақсы, СМК құрамасы қазіргі заманғы көпсалалы колледждің басшысы Айдана Сайтбековнаға өз алғыстарын білдіреді. Және СМК құрамасының қарсыласы сахнада Алматы қаласынан келіп отырған радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты байланыс жігіттері. Осы ойынды сүйгенмен, не болса жүргенмен, жайдарманда сағынғасын, әнмен бірге жырды төгем. Біз сені авторсыз жеңіп аламыз, біз сол баяғы оттан қорғаушы балармыз, баяғы ағалардың жолын қуып біз, осы жолы да қайда чемпион боламыз, чемпион боламыз. Былтырғы полуфиналистеріңіз келіп қалды. Ол айтпаса қорықпа деді. Сауыл тиіміз Астана! Біле білсеңдер жігіттер, көрермендер ойындарыңды соңына дейін көрсін десеңдер, бастапқы 3 секундтық қызық болу керек. 3 секундтық не бар енді? Сол 3 секундтың уже өтіп кеткенмен хабарың бар ма сен? Қой, онда мына артын жабатын бір бәле керек болды. Біздің командаға арт жабу деген проблема емес қой, қара. Жігіттер басқа командалар сияқты өзімізге прикол ұстап ойнамаймыз. Жұрттар әке-шешесіне де әзілде ойнайды ғой. Өзің ойлашы, мыналардың әке-шешесіне қалай прикол ұстайсың? Мынау полковниктің баласы мынау. Мынау генералдың баласы. Мынаның әкесі КНБшник. Ағасы МВДшник. По жизни қалдыңдар ТДТшник. Иди отсюда анимешник дейсің ғой. Можно поднять задышку, открытие. Жігіттер алдында өзімен өзім бір бөлмеде отпаймын ба? Сөйтсем қызым кеп тұр, гитара тартып бершеді. Мен тартамаймын ғой, білесіңдер ғой. Бірақ енді біз курсанттар, құрметті көрермендер, кез келген жағдайдан шығуды білеміз. Гитарамен тартып салғасын ғой. Бірақ енді қызым ренжіп қалды. Бірақ енді ол да қатырады, гитара тартып берші деп туалетте отқан адамға. Сонымен қыздар қауымы сіздерге айтарым. Военныйлар мен курсанттарды бамник деулеріңізді қойыңыздаршы, бар ғой. Ақталады деп тұрсыздар ма? Жоқ, просто қойсаңыздар, ұят болып кетті просто. Жігіттер алдында тикток қарап отпайын ба? Сөйтсем бір қыз салып қойыпты. Мынау жас қыздарға айтар ақылым дейді. 20-25 жасында бір курсант жолығады военный. Содан аттап өтіп кетсеңдер, өмірлерің бал болады дейді ғой. Енді не істедің? Аттап өтіп кеткенсің ғой. Соға рақат, баяғы қыздар военный жігіт десе бір өліп тұратын еді ғой. Қазір қыздардың бәрі ақылды болып кеткен ба деймін да жігіттер. Енді сүймей алдың? Олай емес, міне. Достар, жақында туған күнім болды. Сол туған күн дұрыстап тойлатайын деп қыздар шақырғам ғой. Сөйтсем казармаға кіргізуге болмайды екен ғой оларды. Бір жағынан қыздардың да кіргісі келген жоқ. Или бір 100 баланың арасында отыр ғой, үй алдым ма? Бауырым, қазір қыздарға несін ренжисің? Қазіргі кезде казармаға кірмей жүрген жігіттер қаншама деймін де. Дәл осылай көңіл күйдесіз байланыстары, байланыстамыз. Сонымен көреміз, осындайда болады екен ау. Ерігіп жүрген батырлар. Досымнан ұрып көрейінші, а? Мынаның дұрыс тимей қалды ғой, бір ілде бар ма тағы да? Отбивка.
өзімізге ғана істейді ғой дейме? 30 жыл бойы әскерде қызмет атқарып, пенсияға шығып таксист болған ағамыз. Бауырым, 5 жұлдыз басып жіберші. Жоқта көбісі жаман отзыв жазып жүр да. Неге? Сұрақ қойып жүрмейді, айтқасын сізде. Құрметті көрермендер, ойынның алдында редакторлар бізге сәл импровизация қосып ойнасын деді. Сонымен тамашалаймыз музыкант, курсант. Курсант, музыкант боламайды, айтпақшы, тоқта бас. Сәл қызықты қылайық, курсант әдемі қызбен жүрсе. Тоқта. Әдемі қыздар қарамайды курсанттарға, басқа. Сәл несек военный жанрда қылайық. Көреміз автоматты қатадан курсант. Атамайды ол. Атамайды. Көрмет көрерменді тамашалаймыз, танк айдап келе жатқан курсант. Шілей танк апшықпайды жарым саған енді. Апшығасы? Қайтып апшығасын онда, ары кетсе жұлдызды курсанттарына попросесін, бұлай болмайды. Апшығасашы? Қатты ойнайтын болсаң, өзің ойнашы, мен хабарлаймын. Сонымен тамашалаймыз, самолет айдап жүрген курсант. Ал, апшық самолет, ал. Көрейік ал. Мен команда үшін апшығасашы енді? Өстесіңдер ғой, команда үшін депші. Алло, командир. Да, не болды? КВН-ге сахнаға танк апшығу керек болып отыр еді. Сендер еріккен адам болыңдар ғой, мен басқа жұмысым жоқ па? Сендер бәле болған шығарсыңдар. Аха. Болды, жақсы, аха. Не дейді? Келетін болды. Қашан? Финалға келетін болды. Махаббат бұл бір майдан, құласаң құшақ жайған, бері қолдарымды жайып, сені сорадым құдайдан, біздің тағдырлар тоғысты. Рахмет. Құрмет көрермендер, сөз соңында. Мына жігіттерге айтарым, сіздерді бар болмысымен, барлық ерекшеліктерімен, мінезімен қабылдайтын тек қана военкомат. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қазақстан Республикасы қарулы күштері, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты, байланыс жігіттері командасы. Рахмет. Айғысым қалықтаған, жүргісім шарықтаған, сүйюдің Байланыс жігіттер командасы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының бастығы генерал-майор Нұртас Кабаковқа өз алғыстарын білдіреді. СМК және байланыс жігіттері сахнаға. Так. Бір аптадан кейін мереке болады. Әскерге барасыңдар ма? Екіде бір СМК. Тамаша, құттықтаймыз. СМК құрамасы бүгін ерекше өнер көрсетті. Сонымен бүгінгі Қазақстан Кап маусымының 1-32 финалының бірінші бөліміне қатысқан барша командаларды сахна төріне шақырамыз. Құрмет көрермендер, сәл шыдай тұрсаңыздар, бір 5 минут уақыттарыңызды аламыз. Командаларға құрмет білдіріп, ойынның соңына дейін көрермендер залында болсаңыздар. Бүгінгі сайысқа түскен барша командалар сахнаға шақырамыз, және де Қазылар алқасының бүгінгі жалпы ойын жайлы ой пікірін тыңдасақ. Нұрсұлтан Төребеков. Ассаламағалейкум барлықтарыңызға. Молодцы, ойын күшті болды, жасай беріңдер, дами беріңдер. Рахмет барлықтарыңызға. Алмас Нұртаза. Барлық командаларға рахмет. Мен де айтайын, молодцы деп. Ары қарай өткен командаларға жайдарманда сәттілік, ары қарай өтпеген командаларға өмірде сәттілік. Есен ағамыздан. Мен молодцы демеймін, мен жарайсың деймін. Жайдарман, КВН емес. Рахмет командаларға. Жалпы маусымашарда осы командаларға мүмкіндік бердік, кейбір командаларға қайтадан пісіп шықсын дедік. Осы берген мүмкіндікті сәтті пайдаланған командалар көбірек болған секілді. Сол алдағы ойынға жақсылап дайындалыңыздар. Бүгін енді алдағы үшінші бағдарламадан соң кімнің өткенін
қосымша хабарлайтын боламыз. Әзірге бірінші бөлімнің қорытындысы бойынша қатысқан 9 жұп 18 команданың ішінен біз тек 7 командаға жолдама бердік. Қалған жолдамаларды 3-ші бөлімнен кейін хабарлайтын боламыз. Қымбатты командалар, баршаңызға рахмет. Сағат кешкі 18:00-де 2-ші бөлімде барша көрермендерімізді күтетін боламыз. Әзірге кішігірім үзіліс, жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша.